وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Бауырлар, мынау алдымызда Құдай қаласа 8 наурыз келе жатыр иншалла. Бұл не? Халықаралық әйелдер күні. Дұрыс па? Әйелдер күні. Бұны бір бауырларымыз дұрыс түсінбей жатыр. Сол күн дейді, Алла сақтасын, не бір оқиғалар болған. Ол күні Құдай сақтасын енді сондай бір апат болған. Сол үшін ол күнді кім тойлайтын болса бірдеңе болып кетеді деген сөздің бәрі өтірік. Ондай жері жоқ. Бұл біздің мемлекеттік қандай күн? Яғни аналарымызды құрметтейтін күн. Осы аналарымызды, жалпы әйел адамды құрмет ету деген қашан басталды? Тарихы қайдан басталады? Ислам діні келуімен басталды. Ислам діні келгенге дейін әйел адамдарды ешкім құрметтемеген. Оған тарих қуа. Тек қана арабтар, қазақтар емес, жалпы әлемде сондай болған. Бүткіл әлемде адамдар әйел адамды мынандай бір мүлік ретінде пайдаланған. Бір-біріне бере салады сыйлыққа, құл базарға апарып сата салады, сатып ала салады. Сондай адамдар өмір сүрді. Ислам діні келіп, әйел адамның несін көтерді? Дәрежесін көтеріп берді. Дәрежесін көтерген соншалықты мына Құран кәрімде қанша сүре бар? 114 сүре бар. Осының ішінде Ас-Сурат Ниса деген сүре бар, әйелдер деген сүре бар. Ас-Сурат Рижал деген сүре жоқ. Еркектер деген сүре жоқ мына ішінде. Қандай сүре бар екен? Әйелдер сүресі бар. Ол сүре бірнеше беттен тұрады. Әйелдердің қандай екендігін Алла Тағала бізге ескертіп жатыр осы жерде. Сегізінші март. Осыны сұрайды. Не болады енді бұл деп? Біз мұсылманбыз. Бұл нәрсе дінде жоқ. Дінде анаңа, әйеліңе, қызыңа, қарындасыңа, әпкеңе, қандай туысқан мұсылман әйелдер болсын, басқа туысқан емес мұсылман әйелдер болсын, сен жыл 12 ай, 366 немесе 365 күн, немесе хижримен санасақ 355-356 күн сен оларды құрметтеуің саған міндет. Европа шығарды да бұны. Европа қатындарға бір тиын мән бермейтін олар. Сөйтті де анау көтеріс қылып жүріп олар не істеді? Bir günde aldı, zorla bir günde aldı. Anana, karındasına, әйеліңе, туысқан әйел кісілерге құрмет қылуды сен Европадан үйренесің ба? Дінсіздерден үйренесің ба? Сен жыл 12 ай құрмет қылу керексің сен. Неге сен тура сол бастаушысы да қиын да бұның, тарихы қиын болып тұр да бұның. Bir sol 8 martқа тақалып қалма. Жыл 12 ай сен құрмет қыл. Теңдік әпердік деп қояды. Европа әйелдерге теңдік әпердік деп қояды. Әперген теңдігі сол ма? Әуреттері ашық қой, бытшысты, зат сияқты қой олар Европада. Bir матаны өткізу үшін соны жаңағыдай подиумға шығарады олар. Реклама жасайды ана киімді. Жаңағы модель дегенді. Сол ма сен әйелге теңдік әперген сауда, капитализм деген нәрсе бұл адамды пайдалану. Анау жоғарыда Европада отырып алған небір миллиардерлер соларды пайдаланып тұрып өздеріне не табады? Пайда табады, ақша табады. Заводтары бар, киім заводтары, соны шығарып анан әуретін ашып тұрып реклама жасайды. Машина сатса да соны әйелді қасына қойып тұрып реклама жасайды. Холодильник сатса да соны әйелді қасына қойып тұрып реклама жасайды. Исламда әйелдің орны ондай емес. Исламда әрбір еркекке сен әйеліңнің әуретін жабу саған міндет. Гүл әпер, сыйлық жаса, жыл 12 жаса, 8 мартқа тақалып қалма. Бұл дінде жоқ. Bir, екінші бұл біздің ұлттық та мейрам емес, біліп қойыңыздар, ұлттық та. Өйткені қазақ ұлтының тарихында келіп жатқан нәрсе емес бұл. Қазақ ұлтының тарихында әке-шеше, аналарын бәрін құрмет қылған. Бұл өткен ғасырда келді ғой, дұрыс па? Ұлттық емес қой.
Din ile емес, ұлттықта емес. Тағы бұл күні өзіне қатысы болмаған бір қызға подарка беріп, өйтпейді, құлағынан теуіп жүріп, етегін ашып быт-шыт кетеді жігіттер. Сен құрмет қылатымен болсаң. Сыйлықпен неғып алдап оның абыройын төгіп кеттіңіз. Құрмет қылатымен болсаң, сен үшін атты оларға құрмет қылу үшін тойлайтымен қойсын. Тойлағаны сол ма? 87 тастанды балалар үйі шығады. Неден шығады? Осыдан шығады. Кеше 14 февральда да осындай мәселелер болған. Неше түрлі зина ойнастық. Соны білейік, бізге Европа әйелдерімізге құрмет көрсетуді үйретпей ақ қойсын. Олар әйелдерге мән бергендігі сол-ақ бір-ақ күн, ал бізде жыл 12 ай. Мәдениет, тәрбиеде олар бізге үлгі болмай ақ қойсын. Осыны дұрыстап түсініп алайық. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون